Зайсан ауданының орталығы Зайсан қаласы. Шығыс Қазақстан облысының құрамындағы шағын шаһардың халқы газ тартылған 11 жылдан бері тіршіліктің рахатын көріп келеді. От жақтырып бәуреге салмайтын көгілдір отын Қытайға бастап баратын күре жолдың бойындағы тағы 8 ауыл халқының да шаруасын жеңілдетеді. Неге дейсіз ғой? Себебі жер қойнауынан шыққан байлықтың негізгі мөлшері Қытайға экспортталған еді. Жолында орналасқан елді мекен тұрғындары да осыдан үлесін алып қалған. Ал Қытайға баратын жолдан қиыс жатқан ауылдардың адамдары өкінішке қарай мұндай игіліктен құралақан қалып отыр. Олар сақылдаған сары аязда көмір тасып, от жағып, жан сақтауға мәжбүр. Көмір облыс орталығында арзан, ал шалғайдағы ауылдарда қымбат. Оның қиындығы әсіресе қарияларға қатты білінеді. Бағасы қалтаға салмақ салады, әрі тасып түсіріп алуда оңай шаруа емес. Көмір кеше Өскемен айтып жатыр 14.600-дан. Пойызбен әкеп түсіріп беріп сатып жатыр. Менің балаларым сол Өскеменде тұрады, 2 балам. 1000 теңгеге машинадан беріп 4 тоннадан көмір түсіріп апты. Біздің көмір 27 мың дейді. Мына тұрған қорқып отырамыз. Тас болып кетсе жанбай қалады ғой. 2013 жылы Зайсан ауданындағы Сарыбұлақ кенішінен газ шыққанда жергілікті билік шығыс жұртын тегіс жарылқаймыз деп қуантқан еді. Зайсан қаласына, одан кейін осы газ құбырының бойында тұрған 9 елді мекенге, одан кейін қалған газды көрші аудандарға, Өскемен, Семей қалаларына біз қазір Қазақ мұнай газ компаниясымен жұмыс істеп жатырмыз. Өскемен қаласында көліктерді газбенен толықтыратын станциялар салу жөнінде. Алайда уәде орындалмады, себебі Зайсан газының 88,3% шетелге сатылып кеткен, ал жергілікті тұтынушыларға бар жоғы 2,2% бұйырған. Осыдан кейін билік кеніште көгілдір отын қоры таусылуға жақын деп басқа амалдың жоғын білдірді. Халық наразы болды. Биліктің ауданды толық газға қосамыз деген уәдесі күшінде тұрған кезде 18 елді мекенге құбыр тартуды бастап, ауылдардың іргесіне газ тартқыш аспапты да орнатып қойып еді. Қазір 8 ауылда бұл жұмыс текке орындалғандай болып тұр. Тіпті кейбірінің құбырлары жартылай ғана тартылып,